Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін аяқ-қолдың жиі ісуі және Enel компаниясының өнімі Drain Effect туралы айтатын боламын. Жалпы лимфостаз лимфаның іркілуі. Мұндай жағдай адамда ағзадағы жұмсақ ұлпаға сұйықтық жиналып, лимфа тамырлары жарақаттанғанда орын алады. Ауыр жағдайда ол айналасындағы ұлпалардың бәрін жарақаттауы мүмкін. Аяқ-қолдың ісуін емдемес бұрын лимфа дегеннің не екенін біліп алу аса қажет болады. Лимфа ағзадағы артық заттар мен бактерияларды, қоқыстарды шайып алып шығатын мөлдір сұйықтық. Осы сұйықтық ағзада артып кеткенде ісіну пайда болады. Лимфостаз екенін қалай білуге болады? Оның негізгі себептері: аяқ-қолдың ісінуі, аяқ-қолдың аурулары, бірден толысып кеткендей сезінуі, терінің тартылуы, аяқ-қол буындарының қозғалысы қиындауы, терінің қатаюы немесе қалыңдауы, киімге сыймауды сезіну, аяқ саусақтарының қышуы, ұйқының бұзылуы, шаштың түсуі. Тоқтату және емдеу жолдары қалай болады? Кімде болса, қандай жағдайға тап болған кезде оның негізгі себебі мен құтылу жолдарын іздейді. Аяқтың ісінуінен арылу үшін оның неде пайда болғанын анықтап алсақ, құтылу жолы да оңай болады. Аяқтың ісуін болдырмайтын бірнеше жолдар бар. Әрине, оның басында дәрігермен кеңесу және емделу жолдары тұр. Егер сіз аяқ-қолдың күтімін жасап, ұдайы кремдер мен лосьондар қолданып жүрген болсаңыз, бірінші қадамды жасадыңыз деген сөз. Ағзадағы артық сұйықтықтың жиналмауын қадағалаңыз. Ісінуді болдырмас үшін ағзадағы сұйықтықтың мөлшері мен оның ағымын реттеп отырған дұрыс. Drain Effect аты айтып тұрғандай, ағзадағы сұйықтық пен токсиндерді шығарады. Нәтижесінде 30 минуттың ішінде ісік кетіп, өзіңізді жеңіл сезініп қаласыз. Ісік кетті дегеніміз көлемнің азайғаны. Drain Effect әсіресе жиналыс, той, жұмысқа барар алдында, көздің асты ісіп, бетін күлкілдеп тұрғанда таңертең ішіп алсаңыз, 30 минутта ісігіңізді кетіретін ғажайып дүние. Drain Effect салмақ жоғалтудың тиімді процесін бастайды. Сұйықтықтың тоқырауын және ісінуді жояды. Көлемді азайтады. Уытты заттарды кетіреді. Артық сұйықтықты кетіреді және ісінуді басады. Дене көлемінің 25 күнде 8 сантиметрге дейін төмендейді. 100% жағдайда дұрыс тамақтану әдеттерін қалыптастыру, тәттілерге, майлы тамаққа деген құштарлықты азайту. Достар, менің каналым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма қолдау білдіріңіздер. Менің каналымда бұдан да қызықты видеолар болады. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.